Сырғып өткен уақыт сырық тұрып, әр пендеге бақыты мен шаттығын сыйлап, зымырап өтіп барады. Әр адамның өмірден өз бақытын табатын, өз елі, жұрты, мекені болады. Ол өзінің жанұясы. Бұл жанұядағы біздің өмірде өз үлесіміз алып бақытты күн кешіп келеміз. Жанұямызда 7 адамбыз. Тәрбие тал бесіктен, бойдағы қасиет есіктен демекші, бойындағы бар асыл қасиетті бізге дарыта білген, өмірде үлкен өнер берген, таудай биік тәрбие берген асыл әжем алтын. Біздің тірегіміз, сүйенішіміз, асқар тау әкеміз мақсат. Жанымыздың шуағы, бағымыздың жәннаты болған аяулы анам Гаухар, аяулы әпкем Жібек, ағам Азамат, інім Аят және де мен Азат. Біздің отбасымыздың басты құндылығы діні мен тілі, бекем сенімі мен ұлттық рухани құндылықтарды бағалайтын, аталар аманатын сақтап, өнегелі өнерді мұрағат ету. Біздің ойымызша бақытты болу үшін көп нәрсенің қажеті жоқ сияқты. Сыйластық, адамгершілік пен құрмет бақыттың кілті емес пе? Біз бақытты отбасымыз. Тәрбиенің күре тамыры екенін біліп өсіп келеміз. Осындай парасатты отбасында өскен ұрпақтың еш уақытта шалыс баспай, гүлденіп еліміздің болашақ тізгінін ұстайтын азамат болатынына күмәнім жоқ. Қазақ елінің мәңгі жасауы біздің қолымызда. Парасатты отбасы елдің тұтқасы.